Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен осындай обертка жасаймыз. Қазақстан шоколадқа арналған обертка. Ең алдымен бізге Pinterest программасына кіргеннен кейін мен сіздерге фото беремін. Менің бесплатный телеграм каналынан ала аласыздар. Менің YouTube подписчиктарыма төбесінде фотоның суреті тұр. Соның астында добавить деген галереяны таңдайсыздар. Мен берген фотоны қойсаңыздар, астында көп деген осындай әртүрлі форматта сізде костюмдар шығады. Осының біреуін төбесіндегі 3 точкаға басып сохранить етіп алсаңыздар болады. Міне осындайды сохранить етіп болғаннан кейін енді пинг форматына айналдырудың қажеті жоқ. Pinterest'тан шығып енді Pixar программасына кіреміз. Менің оберткамды қоямыз. Мен оберткам бесплатный телеграм каналда бар. Қара фонды енгізетін боламыз. Астында рисоватьқа басасыз. Именно рисовать, сосын стикерға басасыз. Рисоваттың ішіндегі стикерға басу керек. Фон черный деп жазамыз қазір. Фон черный деп жазасыз да. Міне, коронасы бар черный фондар тұр ғой, оларды таңдамаңыздар, олар платный версияда. Егер оны таңдасаңыздар, шаблоныңыз сақталмайды. Енді міне шаблонды полностью салып аламын да, төбесіндегі 4 пүштіге басып, астыңғы суретті жіберемін. Енді қазір бізге осыған жылтыр қою керек. Стикерға кіреміз, астында обычный стикерға кіресіз, рисоваттың ішіндегі емес. Обычный стикерға кірдім. Поисққа қазір мен фон деп жазамын. Фон золото. Міне фон золото деп жазғанда әртүрлі фондар шығады сізде. Осының ішінде әртүрлі фон бар. Осының ішінен қазір біреуін таңдап аламыз сіздермен. Міне әртүрлі фон. Примерно маған қазір мынандай керек, соны таңдаймын. Міне. Енді қазір жай ғана үлкейтемін. Үлкейткен кезде пальцпен жай ғана үлкейте бересіз. Міне шетіне созамын и мынау шетіне созамын. Болды. Енді астында добавить фото дегенге басамын. Жай добавить фото. Жаңағы енгізген фотомыз бар ғой, соны қоятын боламын. Міне. Көрдіңіздер ме? Жан-жағы ақ кішкене сызықтары көрініп тұр, ештеңке емес. Қазір біз оны өшіре салатын боламыз. Міне примерно дәл ортасына қойыңыз келсе, обязательно ортасына қоямыз. Өйткені суретті ортасына қойған кезде сізде міне осындай фиолетовый сызық шығады. Значит, тура ортада тұр деген сөз. Міне мен суретім пинг форматында емес қой. Қазір төбесіндегі стеркаға басамын. Міне ластик астына көрсетіліп тұр, қалай көрінетін. Ол басында төбесінде тұрады. Сосын ластикқа басқаннан кейін ол уже неге келеді? Астына түсетін болады. Міне ластикті пайдалана отырып, жай ғана шеттерін өшіре саламыз. Бұлай өшіре саласыздар. Болды. Пинг форматына айналдырудың қажеті жоқ. Төбесіндегі стрелкаға басып, готованы басып аламын, өзіме сақтап аламын. Міне, сақтап болғаннан кейін енді обязательно бірінші сақтап алыңыз, сосын жазуды жазасыз. Өткені жазуды жазып қойсаңыз, одан кейін жазумен ғана сақталатын болады. Мысалы, астында текстқа басып, өзіңіздің қалаған цифраңызды жазасыз. Қалаған жазуды жазсаңыз да болады. Міне мен шрифт таңдап жатырмын. Garamond деген шрифт бар. Сол әдемі шрифт. Соны қойсаңыздар әдемі көрінеді. Немесе басқа шрифтті де таңдасаңыз болады. Бірақ коронасы бар шрифтті таңдамаңыздар. Өйткені коронасы бар шрифтті таңдасаңыз, жаңағы айтқанда шаблоныңыз запись экрана да жасалынбайды и сақталынбайды. Сол үшін обязательно коронасы жоқ шрифт, стикер, фильтр болса фильтр обязательно ондай таңдамау керек. Міне мен жазуды жазып жатырмын. Цветті белый қылдым, обводкасын мен мына жерде обводкасын серый қылдым. Сол кезде әдемі көрінеді. Міне шаблоным дайын. Енді қазір сразу шығарып сборкасын көрсететін боламын. Сәлем достар, қайтадан бөлек видео түсірген жоқпын, сразу түсіндіріп айтып кетейін. Міне менде фото бумагаға шығардым. Фото бумага осындай шоколадтың оберткасына 115, 125, 135, 140 грамдық қағазға шығара берсеңіз болады. Немесе мен сияқты мынау 180 грамдық фото бумага. Немесе 180 грамдық фото бумагаға да шығаруға болады. Но жұқалау қағазбен жұмыс деген ыңғайлы. Менде фотобумага двухсторонняя глянцевая. Бұндай шокобоксының сыртына односторонняя глянцевая фотобумага да келе береді. Енді қазір біз канцелярский ножды аламыз. Обязательно канцелярский ножбен кесу керек. Өйткені қайшымен кессеңіз, ол жаңағы қисық-қисық болып қалады. А бізге линиялары түп-түзу болу керек. Өйткені бұл обертка для шоколада. Міне қазір осылай қиып аламын. Кесіп
Қазір көрсетейін, міне осы оңай алынады. Именно 100 граммдық шоколадқа арналған обертканың эскизі. Бұл мен бесплатный телеграм-каналымда бар, алсаңыздар болады. Және де осы эскизді де мен өзімнің YouTube подписчиктарыма сыйлаймын. Міне біздің Қазақстан шоколад, именно Рахатовский, өйткені самый лучший шоколад, именно Рахатовский Қазақстан шоколад. Өте әдемі көрінеді еще. Міне қараңыздар, шоколадтың өзі. Енді мағжам 40 жас немесе обертканы тура ортасына алып келеміз. Көріңіздер ғой, тура ортасына аламыз. Сосын жай екі шетінен майыстыра саласыз. Тура ортасына алғанда, осылай екі шетінен майыстырасыз. Именно ортасына қоясыз сурет жағын. Міне қазір бізге клеймен жабыстырсаңыз болады, немесе двухсторонний скотчпен де жабыстырған әдемі көрінеді. Міне біздің оберткада шоколадымыз дайын. Мен видеомды көре отыра сіздер осындай ақ түрінде жасай аласыздар. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Столға қоюға да, қонақтарға беруге де именно еще Қазақстан шоколады өте күшті көрінеді. Обязательно менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені алда әлі көптеген обучающий видеолар да болады, сборкалар да болады. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Мен видеомды қарағандарыңызға рахмет. Всем пока!